Бәріңе три желаниямен сәлем. Сіздермен бірге миыңызды айналдыратын логикалық сұрақтар қоятын жеті арнасы. Біздің видео сүрмегенімізге бірнеше ай болып қалды, сондықтан да кешірім өтінемін. Ендеше кешірім сұрап болсақ, біздің атымыздан мощный логикалық сұрақтар топтамасы. Ойлануға аямай 10 секунд уақыт береміз. Енді шілей қатты қиын болып кетіп жатырса, видеоны паузаға қойсаңыздар болады. Ендеше кеттік. Мына сүйкімді мышық пен оттың арасында қандай сәйкестіктер бар? Миың шайқалып кетті ме? Көп күттірмей жауабын айтайын. Жауабы екеуі де суды жақтыртпайды, яғни жақсы көрмейді. Табаны лас аяқ киім мен қарындаштың сәйкестігі қандай? Жауабын айтайын. Жауабы екеуі де із қалдырып отырады. Егер де жауабын білген болсаңыз құттықтаймын. Сіздің басыңызда ми бар екен. Енді есте сақтау қабілеттеріңізді тексеріп жіберейік. Мына көрсетілген 5 суретті есіңізден кетпейтіндей етіп сақтап алыңыздар. Сосын сол суреттер бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Сіздің есте сақтау қабілетіңіз жақсы екен деп ойлаймын. Сондықтан да қаншасын таптыңыз комментарияға жаза кетіңіз. Бәріміз бірге білейік. Ал біз жалғастырамыз. Тағы бір мықты сұрақ. Сатып алғанда қара, пайдаланғанда қызыл, лақтырғанда сұр. Бұл не нәрсе? Жауабын айтатын болсақ, бұны басында миы бар адамдар ғана шеше алатыны анық. Дұрыс жауабы көмір. Сатып алғанда қара түсті болады, ал оны жаққан кезде қызылдау болады. Ал лақтырған кезде сұр күлдері ғана қалады. Осы тапсырманы шешкен адамның бетіне сен ақылдысың деп айтамын. Ендеше мынаны есептеп көріңіздер. 5 көбейтілген 5, қосылған 5, алынған 5, бөлінген 5. Бұл сіздерге үй жұмысы ретінде беріледі. Ең бірінші кім дұрыс жауап береді? Сол адамның комментариясын видеоға шығарамын. Және видеолары болса лайкта басамын. Ендеше сіздерге осы видео ұнаған болса, менің арнама жазылып кетіңіздер. Алда талай қызықты видеолар болады. Ең бастысы, бірге болыңыздар.